Ассалаумағалейкум достар, біз Adobe Premiere Pro курсының екінші сабағын бастаймыз, яғни бүгін видеоны стабилизация жасауды үйренеміз. Бүгін мен сіздерге бірнеше видеолар дайындап қойдым, яғни бұл өмірде жиі кездесетін мысалдар, сол үшін видеоны қалай сапалы стабилизация жасауды қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Олай болса кеттік бірінші видеомызға. Мына төменгі жақтағы Effects деген бөлімшеден ағылшынша шрифтқа қойып Warp деп жазсаңыздар, міне Warp Stabilization деп шығады английский версиясында. Екі жолы бар. Бұны просто видеоны таңдау арқылы Warp стабилизацияны екі рет бассаңыз болады, немесе құр ұстап тұрып видеоңыздың үстіне әкеп тастасаңыз болады. Міне біздің видеомыз стабилизация жасалды. Effect Control бөліміне барсақ, міне Warp Stabilization деп тұр, анализ жасалған. Өте идеально, ешқандай діріл жоқ. Қазір стабилизацияға дейінгісін көрсетейін. Міне. Бір ғана плагиннің арқасында осындай жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Өте оңай. Соңына қарай қарасаңыздар, яғни біздің видеомыз желеобразный болып кеткен. Оны реттеу үшін Warp стабилизация плагиніне кіремізде, қарасаңыздар, бұл жерде бірнеше бөлімшелер бар. Яғни Result деп тұр. Бұл видеоны жаңағыдай motion жасау, немесе видеоны статичный қылуға болады. No motion дегенді бассаңыз, соң кейін міне smooth, яғни 50% эффекті 50% әсер етеді. Одан кейін метод дегендер бар. Методта мысалы тек қана position бойынша стабилизация жасауға болады. Болмаса position, scale, rotation дегенді жасауға болады. Perspective деген бар. Біз көбінесе subscape, warp дегенді қолданамыз. Бұл 90% видеоларыңыздың стабилизация жасалуына жақсы көмегін тигізеді. Енді мына видеомыздың соңындағы мына желені алып тастау үшін максимально тағы да бұл плагиннің жұмысын арттыру керек. Ол үшін ең төменгі жағына қарасаңыз Advanced деген бөлім бар, яғни дополнительный, соған кіреміз. Кіргеннен кейін детальный анализ деп тұр. Сол кнопканы бассаңыз видеоңыздың стабилизациясы одан сайын детально жақсы жұмыс істей бастайды, бірақ бұл үшін сіздің компьютеріңіздің мощності жақсы болған дұрыс, себебі бұл жердегі жаңағы анализ 2 есе уақыт алады. Біз қазір сол кнопканы бассақ, бірден плагиніміз іске қосылады. Идеально, жаңа өздеріңіз көргендей соңындағы желе мүлдем алынды. Егер сіз фикс объективтерге түсіретін болсаңыз, видеоңызда онда сізде бұндай қателіктер жиі кездеседі. Бұған да сол операцияны орындаймыз, яғни Warp стабилизацияны видеоға лақтырамыз. Олай болса, біз мына видеоға лақтырған эффектімізді қазір тексеріп көрейік. Warp қалай жұмыс істегендігі туралы. Кеттік. Идеально, ешқандай діріл жоқ. Мысалы, мен қазір до-послесін көрсетем. Міне Warp'ты өшіремін. Енді көреміз. Қараңыздар, өздеріңіз көріп отырғандай. Қазір экранда үлкейтіп көрсетем. Міне. Қалай дірілдеп жатыр видео. Қазір біз Warp'ты қосамыз. Оны қосу үшін мына Warp стабилизацияның қасында FX деген бар, соны үстінен бассаңыз жеткілікті. Қазір тексеріп көреміз. Программа бұл видеомен өте жақсы справляться етіп отыр. Енді мен сіздерге қазір келесі бір видеоны көрсетейін. Яғни сіз, например, Love Story түсірген болсаңыз, немесе замедленный slow motion съемка жасаған болсаңыз, о жерде қандай да бір діріл, қателік кеткен болса, но бірақ одан басқа кадрыңыз болмаса, оны қосу міндетті болса, оны да стабилизация жасауға болады. Мысалы, мен сізге қазір көрсетейін. Міне бізде замедленный съемка, оған біз жаңағы операция бойынша Warp стабилизацияны лақтырсақ, бұл
бізге қателік шығарады. Яғни бұл жерде ескеретін бір нәрсе, егер сіздің видеоңыздың жылдамдығы 100%-дан төмен немесе көп болатын болса, Warp стабилизация бұл видеоға стабилизация жасамайды. Яғни бұл программа стабилизация жасау үшін сіздің видеоңыз ровно 100% болу керек. Мысалы 50% немесе 99 немесе 101% болса да ешқандай стабилизация жасалмайды. Мысалы біз мынаның жылдамдығын көрейік. Міне speed бізде 50% деп тұр, яғни стабилизация жасалмайды. Келесінің видеоның жылдамдығын көрейік. Әдейі мен 99% деп қойғам. Бұған да қазір лақтырып көреміз. Стабилизация жасалмайды. Одан кейінгісі 101%. Бұған да лақтырып көреміз. Ешқандай стабилизация жасалмайды. Бұл стабилизация жасалу үшін біз программаны алдауымызға тура келеді. Яғни біз бұл программаға мына видеоның 100% екендігін көрсетуіміз керек. Яғни мынау видеоны 50%-ға замедлять етіп слоумо жасадық. Бұған Warp стабилизация лақтыру үшін видеоға мышканың оң жағын басамыз да Next, яғни вложить дегенді басамыз. Енді видео осындай жасыл контейнердің ішіне орналасады. Яғни бұны тексеру үшін 2 рет бассаңыз, сол контейнеріңіздің ішінде мына видеоңыз бар. Бұның ешқандай параметрлері өзгерген жоқ. Енді бұл видеоның Ctrl-R батырмасын басу арқылы жылдамдығын көрсек, міне 100% деп тұр. Яғни қазір біз бұл видеоға Warp стабилизацияны лақтыратын болсақ, ешқандай проблемасыз жұмыс істейтінін өздеріңіз көріп отырғандай. Қайталап өтемін. Видеоңызға мышканың оң жағын басып, Next бассаңыз жеткілікті. Яғни бұл сіздің видеоңызды 100% жылдамдыққа дейін жеткізеді. Содан кейін үстіне Warp стабилизацияны лақтырсаңыздар болды. Сонымен біздің бүгінгі екінші сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнаған болса, астына комментарий қалдырыңыздар, колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.